Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған математика пәні бойынша құрама фигуралардың ауданы тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 158-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз бұрыштың градустық өлшемі бойынша бұрыштар, екі қабырғасы бойынша тік бұрышты үшбұрыш, тік бұрышты сызғыштың көмегімен түзеуге перпендикуляр түзеу сызу дескрипторы, құрама фигураның ауданын анықтауды үйренесің. Есіңде сақта, құрама фигуралардың ауданы оның құрамындағы фигуралардың ауданының қосындысына тең. Ендеше оқулығымыздың 105-ші бетіндегі екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Осындай геометриялық фигуралар дайында. Олардан құрама фигуралар құрастыр. Олардың ауданы нешеге тең болды? Біз суреттен тік төртбұрыш, үшбұрыш және шаршы көріп тұрмыз. Кәнекей, біз осы фигуралардан құрама фигура құрастырайық. Үшбұрыштың ұзындығы 3 см, енін 2 см деп, ал тік төртбұрыштың ұзындығы 3 см, енін 2 см, ал шаршының ұзындығын 2 см деп белгілейік. Ол үшін мына ережені есінде сақта. Құрама фигураның ауданын табуымыз керек. Құрама фигураның ауданы оның құрамындағы фигуралардың аудандарының қосындысына тең. Ережеге сүйене отырып, алдымен шаршының ауданын табайық. Шаршының ауданын табу үшін формулаға сай ұзындығы мен ұзындығын көбейтеміз, яғни 2-ге 2-ні көбейтеміз. 2-нің 2-ге көбейтіндісі 4-ке тең. Демек, шаршының ауданы 4 см квадрат екен. Енді тіктөртбұрыштың ауданын табайық. Ол үшін тіктөртбұрыштың ауданын табу формуласына сүйене отырып, ұзындығын еніне көбейтеміз. Яғни 3-ті 2-ге көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 6-ға тең. Демек, тіктөртбұрыштың ауданы 6 см квадрат екен. Келесі қадам үшбұрыштың ауданын табу. Формулаға сай, үшбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтіп 2-ге бөлеміз. Яғни 3-ті 2-ге көбейтіп, көбейтіндінің мәнін 2-ге бөлеміз. 3-тің 2-ге көбейтіндісі 6-ға тең болады. Оны 2-ге бөлсек, бөліндінің мәні 3-ге тең болады. Демек, үшбұрыштың ауданы 3 см квадратқа тең. Енді осы құрама фигураның ауданын табу үшін шаршының, тіктөртбұрыштың және үшбұрыштың аудандарын қосамыз. Қосындының мәні 13-ге тең болады. Демек, бұл құрама фигураның ауданы 13 см квадратқа тең екен. Жарайсыңдар балалар. Білім алушы, 3-ші тапсырманы орындауға дайынсың ба? Дайын болсаң, мұқият тыңда. Фигуралардың ауданын есепте. Қалай ойлайсың, есептеуді әртүрлі тәсілмен орындауға бола ма? Сол жақтағы құрама фигураға назар аударайық. Құрама фигураның ауданын табудың бірінші тәсілін қарастырайық. Алдымен шаршының ауданын табайық. Шаршының ауданын табу үшін формулаға сай ұзындығы мен ұзындығын көбейтеміз, яғни 2-ні 2-ге көбейтеміз. 2-нің 2-ге көбейтіндісі 4-ке тең. Демек, шаршының ауданы 4 см квадрат екен. Енді тіктөртбұрыштың ауданын табайық. Тіктөртбұрыштың ауданын табу формуласына сүйене отырып, ұзындығын еніне көбейтеміз. Яғни 3-ті 4-ге көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 12-ге тең. Демек, тіктөртбұрыштың ауданы 12 см квадрат екен. Енді осы құрама фигураның ауданын табайық. Ережеге сүйене отырып, барлық фигуралардың аудандарын қосамыз. Яғни 4-ті 12-ге қосамыз. Қосындының мәні 16-ға тең. Демек, бұл құрама фигураның ауданы 16 см квадрат екен.
Енді осы боялған құрама фигураның ауданын табудың екінші тәсілін қарастырайық. Бұл жерде жалпы боялған фигураның ұзындығы 5 см, ені 4 см. Олай болса, формулаға сай ұзындығын еніне көбейтеміз. Яғни 4-ті 5-ке көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 20-ға тең. Біз енді боялмаған фигураның ауданын тауып, жалпы фигураның ауданынан азайтамыз. Боялмаған шаршының ұзындығы 2 см. Формулаға сай 2-ні 2-ге көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 4-ке тең. Демек, боялмаған шаршының ауданы 4 см квадратқа тең екен. Енді жалпы боялған фигураның ауданынан боялмаған фигураның ауданын азайтамыз. Яғни 20 мен 4-тің азайтындысы тең 16. Сонымен бұл құрама фигураның ауданы 16 см квадрат екен. Білім алушы, енді оң жақтағы фигураның ауданын өзің тауып көр. Ендеше балалар, түсінгеніміз бойынша үй тапсырмасы. Оқулығымыздың 107 бетіндегі 10-шы тапсырма. Фигураның ауданын есепте. Осы тапсырма бойынша кері байланыс жасаймыз. Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.